Қазақстандық ұшақ Лондонға дүлей дауыл кезінде қонды. Сәлеметсіз бе? Шұғыла және маңызды хабарламаларды жіберіп алмау үшін қазір лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз. Лондонның Хитроу әуежайына қазақстандық әуе компанияның ұшағы әрең қонды деп хабарлайды Массагет-KZ тілшісі. BBC News Instagramдағы парақшасында ұшақтың қауіпті жағдайда қонған сәтінің видеосын жүктеді. Видеодан борт қонуға жақындаған кезде желдің екпіні оны бір жақтан екінші жаққа қарай тексеткенін көруге болады. Air Astana компаниясы видеоға қатысты түсінік берді. Компанияның мәліметінше, бұл 2024 жылғы 2 қаңтарда болған. Алматы-Лондон рейсі бойынша ұшқан A321LR ұшағы боранды ауа райында аман-есен қонды. 2024 жылға 2 қаңтарда әуе компанияның ұшағы Лондонға қонатын кезінде жылдамдығы сағатына 67-90 шақырым болатын екпіні күшті жел соқты. Бұл жер бетіне жақын жерде турбуленттіктің күшеюіне себеп болған деп хабарлайды компанияның баспасөз қызметі. Британиялық бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, дауыл Ұлыбританиядағы барлық көлік түріне айтарлықтай кедергі келтірген. Атап айтқанда, Лондонның Хитроу әуежайында бірнеше рейс басқа әуежайларға қонуға мәжбүр болған.